Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі тақырып Dreampaz. Сіздер ойлап отқан шығарсыздар, не нәрсе болды Dreampaz дегенде. Сіздер бұл нәрсені көрдіңіздер, бірақ бұл қалай жасалатынын ойланып көрген жоқ деп ойлаймын. Сол үшін мысалды көрсетіп жіберейін. Хоп. Көрдіңіздер ме мынандай? Осындай сызықтарды қалай істейміз? Соны бүгін үйренетін боламыз. Кеттік. Ол үшін біз бірінші композицияны ашайық. Композицияның атын Dreampaz деп атайық. Баптаулары сол бұрынғыдай. Full HD 1920-да 1080, 25 кадр, 20 секунд жетеді бізге. Артықтар. Бірінші өзіміздің картамызды жүктейміз. Фигуралардан шеңберді аламыз да 2 нүкте қоямыз. Строгын өшіреміз. Fill. Қандай да бір түске бояймыз. Орналастырамыз шеңберді. Келесі бір нүктені орналастырамыз. Екінші. Осы аралықта біз сызық жүргіземіз. Сәл төмен түсір жіберейік ортаға қарай. Сызықты қалай жүргіземіз? Pen tool'ды аламыз. Осындай нүктелер қою арқылы сызық жүргіземіз. Бұл жерде бізге fill керек жоқ, fillді өшіреміз. Stroke керек. Сәл көбейтеміз. Мінекей бізде 2 нүкте арасында сызық пайда болды. Сызық мына нүктелердің астында болу үшін бізді бұны қабат бойынша түсіреміз. Енді келесі сәт бұларды анимациялау. Бірінші біз нүктелерді анимациялап алайық. Бұны scale арқылы анимациялап көрейік. S басамыз, scale шығады. Алдыға 10 кадр жылжимыз. Келесі кілтке, сосын 0-ге қоямыз. F9. Байқап тұрғандарыңыздай 2 нүкте шығып отыр. Енді сызықты анимировать ету үшін бізге Dreampaz көмекке келеді. Ол үшін берілген фигурамыздың қасиеттерін ашамыз. Add деген бөлікте үшбұрышты басамыз. Dreampaz дегенді қосамыз. Dreampaz'ның қасиеттеріне кіреміз. End деген жерді 0-ге қоямыз. Кілт қоямыз. Бірнеше кадрға жылжимыз. 100-ге қоямыз. Кілтті бас жағына апарайық. Және де F9. Сонда біздің сызығымыз осылай жылжитын болады. 3 секунд кішкене ұзағырақ жылжысын. Бізде сәл онша емес көрініп тұр, себебі 3 фигурамызда бір мезетте шығып отыр. Олардың ретін жөндейік. Бірінші бізде мына нүкте шығу керек. Ол қалады. Екінші сызық шыққаннан кейін барып сызық жүру керек. Ол үшін сызықты сәл жылжытамыз. Міне нүкте шықты, сызық пайда болды, кетті. Екінші нүкте сызық біткеннен кейін шығу керек. Яғни оны сәл жылжытып жібереміз. Мінекей бізде анимация дайын. Жаңа көрсеткен мысал сияқты көлік қосқымыз келсе, онда бізге көлікті жүктейміз. Көлікті саламыз. Шамамен қоямыз. Орналастырып жібереміз бұлай. Күйтуге болады шамалы. Қойдық. Осы сызық бойымен жүру үшін біз осы сызықтың қасиеттерінен pad деген жерден осы жолды көшіріп аламыз. Бұл ақпарат керек болады. Сол алған ақпаратымызды біздің көлігіміздің суретінің қасиеттеріне кіріп, position бөлігіне апарып, Ctrl V пернесін басып қоямыз. Бұл жерге де F9-ды басып жіберейік. Сонда біздің көлігіміз жылжиды. Бұл сызықтан бұрын келіп қойды. Оны жөндеу үшін біз кілттерін бірдей қылу керекпіз. Яғни басталу мен аяғын бірдей қылсақ, сонда бірдей жүреді сызықпен. Бірақ байқап тұрғандарыңыздай басталған
багытын дол өзгөрткөн жок. Осылар кыйгашан жүрүп кетти. Биз аны калай жөндөйбүз? Ол үчүн оң жагын басабыз, transform, auto orient дегенди басабыз. Экинчисине orient along path дегенди басабыз да окей дейбиз. Сонда биздин көлүгүбүз бурулду. Сәл жөндөп жиберемиз жөндөйтүн жеринен. Сонда көлүгүбүз шыга келди, жүрө кетти. Көлүк бирден пайда болмаш үчүн буганда сәл scale берип жиберейик. F9. Сонда хоп. Міне сабақ аяқталды. Хош. Сау болыңыздар.